Бүгін біз сенің организміңнің өте қатерлі вирустарға қарсы тұра ала ма түсінеміз. Қара оспадан бастайық. Сол вирустан 500 миллионға жуық адам қайтыс болды. Қазір түгелдей жеңілген. Ал соңғы кезде вирус түрі бар жоғы 2 лабораторияда сақталады. Жұқтырып алғандарда үлкен температура, шөл және шыдатпайтын ауырту белгіленеді. Ұмытып кете жаздадым. Қара оспа денені жабатын қорқынышты бөртпе шығарады. Бұл кезеңде боптың тірі қалу мүмкіндігі 40%-ді құрайды. Аянышты. Қазір саған кішкене арамшөп зақым келтірмейді. Мысалға гепатит С вирусы. Оны жұмсақ өлтіруші деп атайды. Вирус сілкелермен беріледі және олмен 10 жыл бар екенін білмей өмір сүруге болады. Іс мәнінде гепатит С бауырды зақымдайды. Бұл өте шыдамды орган болғандықтан ол саған мәселені хабарлауға мүмкіндік бермейді. Цитроз немесе қатерлі ісік толықтай оны жойғанша дейін. Ақырында мен уақыттың ең қиын мәселелерінің бірін сақтадым. Иммунодефицит вирусы жоқ болып, қазір сенімен ештеңе болмайды. Оның ең қауіптілігі иммундық жүйені баяу бұзу. Бізді бактериялардан, вирустардан, саңырауқұлақ пен паразиттерден қорғайтын. ВИЧ-ке вакцина ойлап табу болмай тұр. Оның вирус мутациясының керемет дәрежесіне байланысты. Бірақ қазір оны ұстауға болады. Ол керек болмайды. Өйткені тап қазір біз сені ғажайып сары сумен емдейміз. Упс, мен шамалы қателестім. Боб, бұл Т вирусы болатын. Осы видеороликті достарға көрсет және каналға тіркел. Біздің эксперименттерімізді өткізіп алма.